Ассалаумағалейкум құрметті достар, Қытай елінен кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс gearbest.com сайтынан келген болатын, интернет магазиннен. 1,5 айға жуық уақыт жүрді, біраз көп жүрді. Бұл жерде мінекей Қытайдың әйгілі Ganzo деген фирмасының бәкісі, пышағы. Бәкі деп айтайық. Бұл Ganzo бәкісі Россиядағы орыс тілді жандай шолушылардың арасында өте жақсы таралған. Мінекей мынандай өте сапалы десе болады. Мінекей мынандай өзінің Ganzo деген фирменный мешочегі бар. Және пышағымыздың өзі мінекей. Мінекей осындай ғана пышақ өте сапалы істелінген. Мінекей мынандай полуавтомат. Өте жылдам жұмыс істейді. Салмақты. Қазір салмағын өлшеп көрейік. «132 грамм». Мына клиногының ұзындығында өлшеп көрейік. Қазір мінекей 8 сантиметр шамамен. Жалпы ұзындығы шамамен 20 сантиметрге сәл-сәл жетпей тұр. Мінекей достар, қазір қағазды қалай кесетінін тексеріп көреміз. Мінекей көріп тұрсыздар, қағазды еш қиындықсыз оңай кесіп жатыр. Мінекей достар, осындай пышақ. Бәлкім мүмкін тағы да қайрап жіберу керек шығар. Мінекей жасалу сапасы өте жақсы деп айтуға болады. Мінекей Ganzo деген өздерінің фирмалық атауы. Мына клипсасын алып тастасақ та болады. Мінекей мына екі бұрындағы бұралып тұр. Клиногы дроп point деп аталады. Полуавтомат. Кнопкасын басып неге ашамыз. Бұл кнопкасы қалтада тұрған кезде абайсызда басылып қалу деген әңгіме болмайды. Бұл мінекей жартылай басқан күннің өзінде мінекей корпустан сәл төмен түсіп кетті. Сонда да мінекей ашылмай тұр. Ішіндегі механизмі мінекей әлі де жібермей тұр. Бір қолмен жапқанға да ыңғайлы. Мінекей форм факторы осындай. Сырт көрінісі ұстағанға да бәріне ыңғайлы. Ручкасы мінекей мынандай узорлары сырғанатпайды, жақсы деп айтуға болады. Мінекей осындай ғана пышақ келді. Бұл пышақ gearbest'тен маған $17 айналды. Ал бізде Алматыда жаңағы пышақ сататын дүкенде 9.900 теңге тұрады. Сіздерге осы видеоның астында жаңағы егер gearbest'те ссылкасын тапсам, gearbest'ке ссылкасын қоямын. Және де осы біздегі Алматыдағы пышақ магазинінің дәл осы пышаққа ссылкасын қоямын. Мінекей достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін рахмет. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.